Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің заңнамалық негіздері. Келесі сауалдар берілген бізде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың конституциялық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес өте өзекті мәселелердің бірі. Себебі сыбайлас жемқорлық заман ағысымен бірге өсіп, өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнгі кеселге айналды деп айтуға болады. Конституциялық жағынан Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылдың 30 тамызында қабылданғанын білесіздер. Өзіндік ерекшеліктері бар. Күрес бағытында Конституцияда 12 баптың 2 тармақшасында сондай нормалардың бірі көзделген. Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан жазылған және ол абсолютті деп саналады. Оларды ешкім айыра алмайды. Заң мен өзге де нормативтік актілердің мазмұны мен қолданылуы осыған орай анықталады деп көзделген. Негізгі заңның мәртебесін жоғары көтеру салдарынан, себебі елде бізде ата заңымыз Конституция болғандықтан бұнда барлық оның негізі бар деп айтуға болады. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бағытында әртүрлі іс-қимылдар, іс-әрекеттер конституциялық жағынан жасалған. Мәселен, 1998 жылы қазанда Қазақстан Республикасының Конституциясына алқа билердің қатысуымен сот ісін жүргізу туралы норма енгізілді. Бұл норма жаңашыл, ғылыми пайымдау және талқылау үшін уақыт қажет болды. 2007 жылдың қаңтарынан бастап елімізде қылмыстық процесте сот алқа билердің қатысуымен іс жүргізіле бастады. Бұл парақорлықтың, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларының бірі болып табылды. 2007 жылы мамыр айында Конституцияға кезекті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Ол заңға 2008 жылдан 1 қыркүйегінен бастап енгізіліп, сотта қамауға алу, санкцияны беру құқығы енгізілді. Яғни прокурор енді кезекте санкцияны қамауға алуға бермейтін болды. Конституция еліміздің негізгі заңы. Оның анықтамасын ашып көрсек, ең алдымен Конституция бізде егемендіктің негізі, мемлекет өз аумағында үстем болуы және халықаралық қатынастарда оның тәуелсіздігін бекітті. Конституция заң жүзінде белгіленген негізгі нормативтік актілердің ішінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасының жіктемесі жүйесінде ең бірінші орынды алатын өздеріңіз білесіздер. Әрбір елдің конституциясы бірінші нөмірлі акт болып табылады. Сондай-ақ Конституцияда осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында Конституциялық кеңес, адам құқықтары жөніндегі уәкіл, президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия сияқты органдар қалыптасты. Қазіргі күннің өзінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тікелей президентке бағынышты және тікелей оған есеп қана береді деп көзделетіні туралы айтылған. Келесі нормативтік акт өзінің күшін 2020 жыл жойды. Сыбайлас жемқорлыққа қатаң күшейту нормаларын енгізді. Жаңа заңның пайда болуына осы акт жауапты. Бұл Қазақстан Республикасының құқықтық саясат тұжырымдамасы 2010-2020 жылдарға арналған. Бұл тұжырымдама негізгі ережелерді бекітті. Сәйкесінше сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңның қабылдануы осыған байланысты болып табылады. Ең алғашқы заң, өздеріңіз білесіздер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң 98 жылы қабылданды. Келесі заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңы. Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекетті әр салада жүзеге асырады. Әр саласы ретінде мемлекеттік сектор, жекеше сектор және квазимемлекеттік сектор сияқты бағыттарда бұлар күресті көздейді деп есептеледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың эволюциясына келсек, сыбайлас жемқорлық мемлекеттік билік органдарын қабылдайтын шешімдерінің тиімділігіне зиян келтіре отырып, ел экономикасына кері әсер етеді. Адамгершілік қағидаттарына зиян келтіреді. Азаматтардың мемлекетке деген сенімділігін азайтады. Әділет сот төрелігінің қағидаттарын бұзады. Сыбайлас жемқорлық әрине мемлекеттік басқарудың тиімділігін, елдің инвестициялық тартымдылығын төмендетеді. Үдемелі әлеуметтік экономикалық дамуын тоқтатып қалуына ықпал етеді. Мемлекет басшысы сол кезде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Нұр Отан партиясының 16-шы съезінде сөз сөйлеген кезінде меритократия қағидаттарын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу бойынша жүйелі жұмысты
жүзеге асырылсын деп көздеген болатын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң қазіргі күні өз күшін жойды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң қазіргі күні өз қызметін атқарады. Бұл заң негізгі заңдардың бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа конституциялық негіздерін бекітетін негізгі яғни қағидалар деп айтсақ болады. Бұл бірінші, сыбайлас жемқорлық заңдылық негізіне негізде. Заңдылық дегеніміз заң нормаларының тиісінше өзгертпей сол күйінде сақтауын білдіреді. Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, мүдделерін қорғау басымдығы, яғни кез келген елде, кез келген мемлекетте демократиялық адам құқықтары мен бостандықтары ең басты болып табылуға тиіс болып есептеледі. Жариялық пен ашықтық қамтамасыз етілуге, кез келген қызметте ашықтық пен жариялық, яғни ашық болуға тиіс болып есептеледі. Мәселен, қазіргі күні біз онлайн режимде оқуымызға байланысты бізде осы жариялық пен ашықтық қағидасы толық күйде қамтамасыз етіледі деп айтуға болады. Мемлекет пен азаматтың қоғамның өзара іс-қимыл жасауы. Бұл да яғни қазіргі ережелердің бірі. Мемлекет жалғыз өзі ғана емес, қоғаммен және пандемия көрсеткендей өзара іс-қимыл жасамайынша ештеңе жүзеге аспар еді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының жүйесі және кешенді пайдалануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың барлығы жүйелі болу керек. Жалғыз мемлекеттік органмен емес, кез келген мемлекеттік органдармен, әкімшілікпен, тағы басқа ұйымдармен, квазимемлекеттік жекеше сектормен жүзеге асыруға тиіс болып есептеледі. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларының басым қолдануы. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары, яғни тиімді болу үшін, ол өте басымды бағытта жүзеге асырылуға тиіс. Себебі қылмыстың жүзеге асуынан алдын алу басты болып табылады. Оны жайдан жай емес, тек қана белгіленген нормаларға сай қолдануымыз тиіс. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жәрдем көрсететін адамдарды көтермелеу. Міндетті түрде кез келген бағытта сыбайлас жемқорлыққа қатысты, яғни бұл бағытта қызметтерді көтермелеу осы іс-қимылды жүзеге асырудың басты ережелерінің бірі болып табылады. Неге? Себебі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын адамдар міндетті түрде заңмен оған көтермелеу шаралары, жалақыны қосу шаралары, яғни орын алуы тиіс болып табылады. Сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар жасаған үшін жазаларын бұлтартпастағы кез келген адам білуге тиіс. Елде сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасаған үшін немесе параны берген үшін, алған үшін қылмыстық жауаптылық болатынын, яғни білуге тиіс болып табылуы тиіс. Себебі олсыз, яғни елдің дамуына ол барлығы кедергі жасайды деп есептеледі. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда жауапқа тартылатын адамдардың тізімі берілген. Бірінші баптың 6-шы тармақшасында бұл жауапты мемлекеттік лауазымда атқаратын адамдар, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамға теңестірілген адамдар, лауазымды адамдардың өздері, сондай-ақ, яғни делдалдар арқылы өзіне үшінші тұлғаларға қатысты, яғни әрекеттерді жасайтын адамдар, бұлар барлығы, яғни осы жауаптылықта болады деп есептеледі. Сыбайлас жемқорлық бағытында осы аталған заңның рөлі өте жоғары. Осы заңға сәйкес біздің барлық стратегиялық әрекеттеріміз осы бағытта жүзеге асырылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия бар, ол да басымды рөл атқарады. Себебі мында басты ережелер, қағидалар тікелей сонда көзделген. Қазақстан Республикасы сонымен қатар яғни Стамбул конвенциясына қол қойып, Стамбул конференциясына қол қойған болатын. Аталған конференцияға сәйкес біз барлық сонда көзделген халықаралық ережелерді, яғни жүзеге асыруға тиіспіз. Қазіргі күні бізде даулы болып отырған заңсыз баю бабы енгізілуге тиіс қылмыстық кодексқа. Бұл біздің жетістігіміз болады келешекте деп айтуға болады, даму бағыттарының бірі ретінде. Екінші, бізде міндетті түрде жүзеге асуға тиіс бұл стратегияның ережелері. Қазіргі күні теңеу, жекеше сектор субъектілерін мемлекеттік сектор субъектілеріне теңеу жағдайлары көзделген. Ол мәселеде шешілуге тиіс. Және үшінші, бұл заңды тұлғалардың жауаптылығы да осы заң көлемінде жүзеге асырылуға тиіс. Себебі заңды тұлғалардың жауаптылығын шешу бұл тікелей өте қызықты және кең мәселелердің бірі болып табылады. Себебі елдегі
көзделген нормаларға сәйкес бізде қылмыстық заңнамада заңды тұлғаны жауапқа тарту субъекті ретінде көзделмеген. Сондықтан бұл мәселеде даулы, себебі мында 3-4 мәселені шешу керек. Заңды тұлғалардың тікелей жауаптылығы бағытында бұл заңды тұлғалардың кінәсі қалай шешіледі, осы мәселе шешілуге тиіс. Екіншіден, заңды тұлғалардың яғни жауапқа тарту барлық баптар бойынша болады ма, болмайды ма, осы мәселе шешілуге тиіс. Оның барлығы заңи тұрғыдан бізбен қамтамасыз етілуге тиіс болып табылады.